күнге 6 апрельге обзор рынка. Жалпы бізде 1 сағаттық және 30 минуттық таймфрейм бойынша обзор рынка жасайтын болсам, біздің трендіміз аптренд болды және оны қатты сел импульс бұзды. Сел импульс бұзғаннан кейінгі мынау селдің откаты. Бізде мына жерде өте үлкен көлемде, мына жерде бізде не қалып тұр, имбаланс аймағы қалып тұр. Осы имбаланс аймағы біз үшін интересный, и сол себептен де мен шортты да, лонгты да жалпы рыноктың қалай баратынына обзор жасағым келеді. Қазір бізде трендовый линиямызды зеркальный уровень бойынша жоғарыға байқиды и қайтып откатын алып жатыр. Енді мына зонамыз бізде мінекей қайтып түсіп келетін аймақ және мына жерге дейін баратын аймақ. Осы жерде өзінің откатын беріп, құлатуы мүмкін. Кішкене неме болмаса қайтадан жоғары шығып, екінші мықты зонамыз бар. Селға кететін осы екінші мықты зонамыздан жалпы сел кетуі мүмкін. Ал егер де рыноктың ашылуы өте төменнен болатын болса, мысалы, допустим, мына жерден болатын болса, онда біздің мына уровеніміз, бұл біздің байға шығаратын уровеніміз болып табылады. Значит, бұл бағалар байға егер төменнен рынок ашылатын болса, біздің уровеніміз 4593 және 4585 аралығы интересный зонамыз болып қабылданады. Ал егер жоғарыдан секіріп ашылатын болса, бірінші біздің интересный зонамыз 4723 және 4731 деген 34-35-ке дейінгі аймағымыз, бұл біздің сел зонамыз. Одан жоғары аймағымыз бізде 4749 және 4758 деген бағамыз тоже сел аймағы болып табылады. Бұл біздің обычный трендлайн, зеркальный уровень деген сияқты уровеньдеріміз бойынша анализіміз. Және де бізде структурамыз бар. Жалпы қазір бізде ешқандай структура әлі лонгқа бұзылған жоқ. Сол себептен де бізде қазір СНР аймағында тұр мінекей бағамыз. Бұл получается біздің бағамыз зона интересада тұр қазір СНР аймағында, яғни байға кететін аймақта тұр. Егер бұны таңертең рынок жоғарыдан геппен ашылатын болса, онда біздің интересный зонамыз селға 4725 және 43 баға аралығы болады. Ал егер де бұны да тоқтамай қатты келіп бұзып кететін болса, ол баралады 4769 деген бағаға дейін, 4801 және барады 4896 деген бағаға дейін баралады. Ал егер де баға өте төменнен, мына қазіргі рыноктың бағасынан төменге ашылатын болса, 4556 деген бағаға дейін баралады. Және де одан дальше төмен ашылатын болса, 4405 деген бағаға дейін де баруы мүмкін. Бірақ бізде рыноктың қалай ашылуына байланысты. СНР бойынша также біздің интересный зоналарымыз 4 сағат жоғарғы таймфреймдерде таза зоналар жоқ. Сол себептен де біздің интересный зоналарымыз бар. Ол интересный зоналарымыз 4724, 4730 деген бағамыз двойной брейкаут селға, яғни снайпер зонамыз. Одан бөлек бізде 4059 және 4059, 4065 деген бағаларымыз тоже интересный бай зонамыз болып табылады. Одан бөлек 6 сағаттық тайм бойынша 4620, 4602 бұл бізде бай зона болып табылады. Жалпы рыноктың ашылуына байланысты біз ертең барлығын тоже рыноктың ашылуына байланысты қарастыратын боламыз. Ал менің қазіргі көруім бойынша жалпы интересный деп алған зоналарым осы. То есть мен қазір тоже сызып қойдым өзіме интересный зоналарды, и осы зоналар бойынша қарастырып көретін боламын. Ертеңгі күнімізге баршамызға сәттілік, бұйыртса жақсы профиттармен шығатын күн болсын деп тілеп қояйын. Мінекей, пока что біздің обзор рынкамыз осы.